өнегеліске зейін қойған, кешегі бір ауыз сөзімен тұлымдылының тұғырын ойлап, бұрымды қызының болашағын бағамдай білген елдің ұрпағы бүгінгі таңда осы ынтымақтың, бірліктің, татулықтың, ағайын арасындағы тыныштықтың бір нышанын көрсетіп отырғандай. Осы бір үрдіске айналған шіркін бабаның басына ас беру, ағайынның алыстағы жақын туыс, жекжат достың, құрдастың алдындағы абыройын асқақ етіп, бір жиынның басында Құран бағыштап, шіркін бабалардың рухын шат ету, осы бір тектінің, ұрпағының бойындағы қадір қасиетінің белгісі деп білеміз. Әрмен қарай осы жиынның шіркін өту барысын, негізгі мақсатын аздап қана бір түсіндіріп алғанды жөн көріп отырмыз. Ендеше Жарылғасын ағамызға бір ауыз үн-таяқ тұсынсақ дейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі мына жиынға келген ағайындар, бүгінгі мынау үрдісті жолынан өтіп жатқан мынау ниетті асымыз қабыл болсын. Осы үрдістік жолға түсіп, ағайынның басын қосып, осы жерде ағайын бір-бірін сағынысып, бабаның басында аруақтарды бірінші Алланың ризасы үшін, екінші мынау аруақтарды аунату үшін, үшінші мынау арқабастарымызды кеңейтіп, ағайындықты арттыру үшін істелініп жатқан іс-шара бұл ағайындар. Көп адамдардың арасында мынау ағайын болғаннан кейін, ел болғаннан кейін, жұрт болғаннан кейін, көпшілік болғаннан кейін небір сөздер бар, түсінбеушілікке еніп жатқан азаматтар бар. Біреулердің жаңағы кеңістікті тарылтып отқан, өз жолын өздері тарылтып отқан азаматтар да бар. Сол мынау істелініп жатқан істің мән мағынасы жаңағы қысқаша айтып өтіп жатырмыз. Елдің ортасында мынау ағайын бір-бірімен аралассын, жастар аралассын, бір-бірінің тұздандық мынау дастарханда жолығып, бір-біріне тілеулестіктерін білдірсін, тілектерін білдірсін, бір-бірімен араласын, бір-бірімен танысын, табысын деген мақсатта істелініп жатқан тірлік. Бірінші мақсат ол жаңа Алланың ризасы үшін, екінші мынау аруақтардың жаңағы беріліп жатқан ас, жаңағы аруақтарды аунату үшін, үшінші жаңағы арқа басымызды кеңейтіп алу үшін. Арқа бас деген білесіздер, бабалардың аруақтардың ризашылығы әр адамның жаңа жолын ашады. Өнекей беріліп жатқан мынау садаға, мынау беріліп жатқан ас, мынау бәленің басын қайтарады, оны жақсы білесіздер. Сол себептен бұған бәріміз дұрыс түсінікпен қарауымыз керек. Біреулер айтады, оның не керегі бар, мынандай жиынның қайта-қайта өткізіп берудің не керегі бар. Бұрын айына мынау ковидтен кейін бір 21 мәрте ас өткіздік ағайындар. Сол 21 мәрте аста жаңағы арасында бір 2 айда біреуінде жаңағы қараша мынау қаңтар оқиғасына байланысты бір ай шегердік, екіншісін жаңағы мынау ораза айтқа тура келгеніне байланысты бір ай тағы шегеріп, сөйтіп 21 мәрте осы бүкіл Қазақстандағы осы біздің өңірдегі 18 ата 18 мәрте өткізді жаңағы мынау қабілеті бар аталар. Сосын мына Тараздан келіп ағайындар өткізіп кетті, Тараздағы ағайындар. Одан кейін Қордайдан Жантан атасы, Жантан ата баба ұрпақтары келіп өткізіп кетті. Сосын мынау Өтеген батыр баба ұрпақтары келіп өткізді. Сол мынау ағайындар бұл іс-шараның мәні мағынасы өте зор екенін сіздер жете түсінсеңіздер деймін. Елдің ортасындағы оншамша мынау жаңағы не керегі бар, оны анау жаңағы жетім жесірге берсек болады ғой, анаған берсек болады, мынаған бір тірлікті бітірсек болады ғой деген. Ол тірліктердің бәрі жүріп отыр. Егер басқа нәрсеге жинайтын болсақ, бұл жаңағы осы ортаға жиналғанда ол әр ата өзі келіп өткізіп кетеді. Оның ешқандай ақшасына, оның қалай өткізуіне, оның енді қалай өткізуін қадағалаймыз ғой, дұрыс өтуін. Бірақ жаңағыдай ақшасына араласпаймыз біз. Әр ата өзі өткізеді, өздері келіп, өз дастарханын жайып, ағайындарды шақырып кетеді. Ал енді осыны үрдістік жолға айландырып, 21 мәртеден кейін тоқтаттық. Содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін ағайындардан қайтадан сұраныс түсе бастады. Жақсы нәрсе еді. Бабаның басында бәріміз жолығып тұратын едік. Бір-бірімізді іздеп, бір-бірімізді қауышып, көңілдерімізді білдіріп, мынау адамның көңілі, мына екі көзді ғой, енді көрген кезде мейірім алады. Сол бір-бірімізді жақсы үрдістік жолға айланып қалған еді. Кейін қайтадан
жинап ағайындардың сол осы жердегі төрағаларын жинап сөйтіп сол жерде шешім қабылданған ағайындар. Жылына жаңағы 4 мәрте өткізейік. Үлкен бір ас бар, білесіздер, ол жаңағы октябрь айында болады. Октябрь айының жаңа бірінші аптасының жаңағы субботасында болады, сенбісінде. Ол мынау Жаныс бабадан тарайтын 7 ата бар. Жанту, Жантан, Жарылқамыс, Қапал, Шегір, Бүгөзіл, Оймауыт. Сол аталардың арасындағы ол бұрыннан алғашқы осы ағайын осы кесенені бастап осын соғып болғаннан кейін сондай шешім қабылданған. Ол шешім сол өз қалпында қалып тұр, өтіп жатыр. Енді білесіздер, бұл жерде осы кесенені соққан Амалбек көкем, сосын жаңағы Ағыбек көкем, ел азаматтары бәрі бірігіп үлкен тірлік істеді. Мынау Қазақстандағы кесенелердің ішіндегі ең іргелі архитектуралық көрініс жағынан өзіндік орны бар үлкен ғимарат. Бұл ғимаратты соққаннан кейін осындай ғимаратты ұстау ішінде ағайын білесіздер, біреудің қолы тиеді, біреудің қолы тимейді, біреуде ниет бар, біреуде ниет жоқ, біреу қаперінде вообще жоқ. Осы бабаның басына келіп бір зиярат жасап, Құран оқиды деген адамдар азайып кеткен. Ол бір мәселе. Сосын жастарымыздың көбісі қазір мынау сотқа кірген, басқаға кірген, жаңағы жерге кіріп алып, көп нәрсені қатты не қылмайды демейміз, бәрі көп озы ойлы барлығы олардың бәрі. Бірақ осы мынау рухани дүниеге баулу мәселесінде осындай кесенені соғып алып, бұл жерде аңыратып жылына бір ағымай өткізіп сөйтіп қойғанымызда дұрыс болмайды көкелер. Сол үшін жаңағына 3 мәрте өткізетін көп, жаңағы кіші ас деп осындай белгілеп қойғанбыз. Сондай шешім қабылданған. Соны елге жүрген жерлеріңізде жете түсіндірсеңіздер. Бұл жерде әркімнің өз ниеті біледі, әр ата өзі келеді, өзі өткізеді, өз қаражаттарымен өткізіп, өздерінің арасында өздері шешіп атқан мәселе, біз араласатын мәселе емес. Енді айта кететін мәселе бар, келген ағайындар, енді қаншегенмен баба бәрімізге ортақ, сол себептен осы жерде кем-кетік тірліктері болуы мүмкін. Жылдағы бір ремонты болып қалуы мүмкін кішігірім. Мысалы, биыл мына Қожамжар баба ұрпақтары осы жерде мынау тұрған айналамызда қоршап тұрған мына қоршаудың бәрін красить етіп берді. Сосын жаңа мына отырған қымыз ішкен жерлерінің соның астындағы беседкалардың астарын үстін бәрін красить етіп берді. Сосын енді светін істетіп береді, светін бір жер жанбай тұрады, соны істетіп береміз деп отыр. Сол сияқты кішігірім жұмыстарды өздер міндеттерін алып, өз ықыластарымен, онда да жаңа сен мынаны істеуің керек деген нәрсе жоқ. Әркімнің өз ниетіндегі нәрсе. Соны дұрыс түсінсеңіздер ағайындар. Бұл нәрсе керек. Айтып жатық қой, көп нәрсенің басын қайтарады. Мынау ағайын-ағайынмен араласады. Сол себептен бұны осыны елге халыққа жеткізсеңіздер. Кешегі өткізіп жатқан аталардың ішінде де арагідік жаңағыдай, ой, не керегі бар, не қажет бар, тоқтату керек деген әңгімелерді. Онан кейін біраз адамдар бар. Енді озы ойлы деп қоямыз. Ортада жүрген азаматтар бар. Қызметте жүрген, елдің ортасында бір өзіндік орын алған азаматтар бар. Солардың ауыздарынан да осындай сөздер шығады. Бұл елдің, халықтың тірлігі. Сол үшін бұл нәрсені жалғастыра берсек деген ниеттемін. Ал сіздер енді өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Бірақ бұл қажет нәрсе. Сол себептен бүгінгі мынау асты өткізіп отқан мынау Төле би бабаның ең кенже баласы Қырғыз ападан туған Қожамжар бабамыздың ұрпақтары өткізіп жатыр. Бұл Қожамжар би бабамыз мынау бізде төрелерде қандық атадан балаға үрдіс болып келген, үрдістік жолмен келе жатқан нәрсе ғой. Сол сияқты біздің бабаларымызға бір ерекшелік, Алладан берген нұр. Бұл жаңағы билік атадан балаға келе жатқан, атадан балаға өтіп келе жатқан. Мысалы, жаңа Құдайберді би бабамыз болса, Есімханның оңқалы болса, Әлібек би бабамызға өткен билік. Одан кейін Ақбота бабамыз өткен. Жаңағы үрдістік жолмен кәдімгі бізді әулет, мынау бүкіл қазақ даласында Жаныстар десе билер әулеті деп солай таныған. Біз біраз нәрсені ұмытып алғанбыз. Ал енді сол Әлібек би бабамыздан жаңағы билік Ақботаға өткен, Ақботадан Төле би бабамыз өткен. Сол Төле би бабамыздан кейінгі билікті осы Қожамжар бабамыз алған. Сол себептен бұл әулет текті, барлық әулет осы жерде отырғандарыңыз барлық төбелеріңіз текті.
мынау Жанту би дейді, Жайылмыс би дейді, Қожамжар би дейді, Қыбырай би дейді, барлығы би болып би аталып келген. Бұл барлық өзіміздің жаңағы негізгі мынау тектіліктің немесін алғаннан кейін, сол тектілік жолынан, тазалық жолынан бір-бірімізді сый құрметпен үрдістік жолынан келе жатқан ағайындарымыз. Ынтымақ бірлігіміз асақтай берсін, дендеріміз сау болсын, көргендеріміз жақсылық болсын, мынау ниет қабыл болсын. Тағы бір айта кететін мәселе бар. Айта кететін мәселе, мынау Қожамжар би қайерде жатыр деген сұрақ көп жерде көп мазалайды. Мынау Қазанғап деген, Қазанғап Байболұлы, Елубай бабаның ішіндегі. Соның жаңағы Төле би дастаны деген кітабы бар. Сол жерде жазып қойған. Мынау Бәйтік деген бабамыз болған. Бәйтік деген мынау Төле бидің, Әлбек бидің екі әйелі болса, бірінші әйелден жаңағы Молбике анамыздан жаңағы Тінібек Ақбота Сора шығады, екінші Бөктік анамыздан Өтебай Төле Елубай шығады ағайындар. Сол жаңағы Ақботаның бірінші жаңағы Әлбек биден Ақботаға өткен билік жаңағы Әлбек Төле биге өтті деп отырмын ғой. Сол Ақбота бабамыздың Ырысбай деген баласы болған. Сол Ырысбайдан Бәйтік деген бала туған. Оны кітаптарда қысқа нұсқа жазып кеткен. Төле би бабамыздың өзі Бәйтіктің өткірлігі менен өткір, бірақ өмір жасы қысқа болады деп сонда жазылған нәрселер бар. Сол Бәйтікті өткірлігі соншалық кімдегі жаңағы Ташкентте білесіздер Жүніс Қожаны, жаңағы Төле би бабамыздың немесі болған, жаңағы былайша айтқанда салық жинаушысы. Сол кейін Төле би бабамыз қайтқаннан кейін жаңағы сол жердегі жергілікті Ташкенттегі тұрып атқан өзбегі бар, қожасы бар, сарттары бар, сосын құрамалары бар, тағы басқа аталар бар қосылған. Сөйтіп сол қолға салып, сен бізге басшы бол, мынау жаныс ағайындардан біз құтыла алмай қалдық. Осы жаныс ағайындарға немене қылайық, біріктірайық деген мәселемен сол кісіні басшы сайлап, сол Жүніс Қожа бізді негізі Ташкенттен қуып шыққанын білесіздер. Сол Жүніс Қожаның сол кезде соған бірден бір тұрған осы Қожамжар бабамыздың билігі уақытысында кейін Бәйтікке тиген. Бәйтік өзбектердің дерегі бойынша 1795 жылдан 98 жылға дейін хан дәрежесінде отырған екен сол жерде. Соның мынау ел ұлы жүздердің бәрі жиналып, мына жақта қырғыздарды қуып шыққан садыр немені. Соны қуып шыққан соның жаңағы мына жақтағы жолдағы төрт дулатты қосып барып, жаңағы созаққа дөсіп басып алған садыр немені қырғызды қуып шығып, асетінен аулай келген. Сол көрген ерлігін көрген сол ағайындар бұны біз өзімізге басшылық сайлайық, билік сайлайық деп әрекет жасап күнін белгілеген екен. Бәйтіктің қай күні болатын. Сол күніне жетпей ауырып, күніне жетпей дүниеден өтіпті Бәйтік. Соны сол кітапта жазып қойыпты. Қожамжар Бәйтік деуші еді, соның жанына қой депті. Қариялардың ақылы дейді. Абдул Азиз баб сайрамда Ахметтің айтуы деп айтып кеткен екен. Ол Абдул Азиз баб деген сайрамның ортасындағы кесене, сол жаңа Абдул Азиз баб сөйірді. Бұрын қазақ әулие дейді екен негізі. Білесіздер ғой, кәдімгі мынау арқадан өткеннен кейін сол жақтағы неме. Сол жерде жатыр деген мынау кітаптың немесі бойынша, мағлұматы бойынша сондай дерек бар ағайындар. Сол сияқты бүгінгі мынау Қожамжар ағайындардың бүгінгі өткізіп атқан, үрдістік жолмен өткізіп атқан ас құдайысы қабыл болсын. Бүгін мынау Астанадан деп, Алматыдан, Тараздан біраз ағайындар келіп отыр. Мына жерде барлық аталардан келіп отыр. Мынау ниеттеріміз қабыл болсын ағайындар. Рахмет.